Швейцария. Қайдағы Швейцария? Бұл Қазақстан. Ал енді міне осы басы біріктіріп осы соншама ұлтты болатын болса, керемет бейнелеу өнерінде үлкен жетістіктерге жетіп болады. Біз дүниежүзілік өнерге үлкен үлесімізді қосыламыз. Сондықтан біз өнер деген ауылдың ұлтымыз. Сондықтан біздің басымыз ұлтына, жынысына ештеңеге қарамау керек адам. Адам өнеріне қарау керек. Сол өнердің басын біріктіріп отырып, біз дүниежүзілік өнерге өзіміздің іс-әрекетімізді, өзіміздің дүниемізді кіргізуіміз керек. Потому что продвигаться должна культура, понимаете? Культурный человек не способен на что-то негативное. Понимаете о чем? Потому что творческий человек, он творчески относится ко всему. Более того, творческий человек, он чист по своей натуре. Бір жерге шетелге бір министр немесе президент барса, міндетті түрде қазақтың ұлттық дәстүрін алып барады. Ол өнер, ән, сурет, сонымен көрсетеді, сонымен қайтады. Ерекшелігін